Мұңайма, бақыттың бұлағы және қайғы мұңның дауасы. Аударған Қанат Сұлтанбекұлы. Кіріспе сөз. Бүкіл мақтау мадақтар бір Аллаға тиесілі. Оны дәріптейміз, одан жәрдем және кешірім сұраймыз. Асау нәпсімізді жамандығынан һәм жаман істерден қорғауды Алладан тілейміз. Алладан басқа Құдай жоқтығына және оның еш серігі жоқ екеніне куәлік етемін. Ол бізге ақиқат, таза дінді тарту етіп, бізді тура жолға салғандығы үшін оған шексіз шүкір етемін. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уәсәлім ислам дініне шақырушы, адамзатты тура жолға бастаушы, жарық нұр және мейірім пайғамбары ретінде жіберілген Алланың құлы және елшісі екеніне куәлік беремін. Ол аманатты бізге жеткізді. Өзіне жүктелген міндетті толық орындап, арамыздан кетті. Ол өз үмбетіне ақыл насихаттарын айтып, әрқашан олар үшін қам жеді. Ол бізге адастырмайтын түзу жолды қалдырды. Алла тағала сүйікті пайғамбарын, оның отбасы мен сахабаларын, сондай-ақ оған жақсы істерде қияметке дейін ерушілерді бақытқа бөлеп, оларға шексіз жақсылықтарын нәсіп етсін. Құрметті оқырман, өмірде бақытты болғың келіп, бірақ оған қалай жету керектігін біле алмай қиналып жүрсің бе? Не бұл өмірдегі қайғы мұңнан арыла алмай, өмір сынақтары жаныңды кейітіп, жүрегін қайғырып жүрме? Онда бұл кітап сен үшін табылмас дауа деуге болады. Бұл кітап бұл дүниеде ғана емес, о дүниедегі мәңгілік өмірде де қалай бақытты болу керек деген сұраққа жауап береді. Мұңайма, кітапты оқыған соң сөзсіз бақытты болатыныңа сенесің. Алланың кітабы және оның пайғамбарының сүннеті бізге бақытқа жетудің сенімді әрі тәжірибеде қолданылған және қарапайым құралдарын берген. Бұл кітапты оқыған соң өмірде бақытты адамдар көбейсе екен деген сеніммен және зор үмітпен көптеген дерек көздерден, кітаптардан жинақталып жазылды. Кітап туралы. Дүние жүзінде бірнеше тілге аударылып, әсіресе араб әлемінде жылына миллиондаған тиражбен басылып, таралып жатқан бұл кітап иман бағытында өмірге тірек ретінде жазылған және ең көп оқылған кітаптардың қатарына жатады. Негізі, кітап 2 бөлімнен құралған. Бірінші бөлімі кішкентай тақырыптардан тұрып, бақыт құралдары туралы баяндайды. Одан сіз Құран аяттарын, пайғамбардың хадистерін, бұрынғы тақуа ғалымдардың және кейбір замандастарымыздың өмірлерінен алынған ғибратты оқиғаларды, әрі олардың насихаттары мен данагөй сөздерін таба аласыз. Кітаптан міндетті түрде бақыт не екенін түсінгендерді және бақытты бола алғандарды кезіктіре аласыз. Осылайша, кітап сізді де бақыттылыққа қарай жетелейді. Екінші бөлімі 2 дүниеде де бақытты болғысы келетіндер білуі тиіс қысқаша ақыл насихаттар мен ескертулер, даналыққа толы сөздер мен мағыналы ақиқаттардың жиынтығынан тұрады. Кітаптың аталмыш 2 бөлімі баспа қолайлығына байланысты кітаптың дәл ортасына жайғастырылды. Құрметті оқырман, кітапты бастардан бұрын айтар кеңесіміз: айтылғандарды жақсы түсініп, еске сақтап қалуыңыз үшін баппен оқығаныңыз дұрыс. Бірақ ең негізгісі, оқылған нәрселер туралы терең ой жүргізуіңіз керек. Осылай болған сәтте ғана бұл кітап сізге шынайы пайдасын тигізеді. Бақытты өмір сүріп, жайдары және байсалды бол.
қуана біл, жақсылықтан үміт үзбе және мұңайма. Саған және сенің бақытқа қарай жасаған қадамыңа Алла тағала өзі жәрдемші болсын. Уа жаратқан Алла! Аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын іс үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ. Ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдері мен сипаттарын паш етуде. Рахман сүресі 29 аят. Теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырған кезде, кемедегілер «Уа жаратқан Алла!» деп айғайлай бастайды. Керуен бағытын жоғалтса, жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса, «Уа жаратқан Алла!» деп жалбырана бастайды. Кесел-кесапатқа ұшыраған адамдарды қатты қайғы мен ауыр мұң басса, бәлеге душар болып, басқа іс түссе, «Уа жаратқан Алла!» деп содан ғана медет күтеді. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей шарасыздыққа ұшырағанда, ол «Уа жаратқан Алла!» деп қолын жаяды. Амалы құрып, мұңайып, мүлдем үміті үзіліп, не істерін білмей абыржығанда, кісі тағы да «Уа жаратқан Алла!» деп жалбырынады. Кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, амалың құрығанда, «Уа жаратқан Алла!» деп әрқашан оған сыйын, бауырым. Сені естідім, жаратқаным бүкіл жерде, кесел-кесапат торуылдап, жанға сызат түскенде, таңды тосып, атыңды атап, жалбарсам, таң жарқырап, күлкі үйірілді жүздерге. Шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға сөзсіз жетеді. Шынайы көз жасымен жуылған ықыласты дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат оның дәргейінде сөзсіз қабыл болады. Мұқтаж жанның жанары оған қарап жәутеңдеп, қолын оған созады. Басына іс түскенде, кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін жер бетінде миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректі жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтар, жан жадыратар тыныштық сезімін алып келеді және күшті сенім тудырады. «Уа жаратқан Алла!» дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жайбарақат бір қалыпта қаға бастайды. Қорқыныштар ақырындап сейіліп, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы түнелдің келесі бетінен жарық шұғыла шашады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанынша ризық береді. Шура сүресі 19 аят. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған, ең көркем есім. Ол күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсені Раббысы, жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғаныңда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас һәм тең келетін біреуді білемісің? Мариям сүресі 65 аят. Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес және мәңгілік. Күш-қуат, ұлылық және кемеңгерлік иесі. Сол күні күллі жаратылысқа «Бүгін шексіз билік кімнің қолында?» дегенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан күллі болмысы бір өзі билеп, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән деп жауап береді.
Мүмін сүресі 16 аят. Алла Тағала мейірімді әрі қорғаушы, қолдаушы әрі құтқарушы, жомарт әрі қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Ниса сүресі 79 аят. Алла Тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Даңқтап сені бітіре алмаймыз жаратқан. Қанша айтсақ та жарлымыз сөз жақтан. Ұлылығың, ұлықтығың алдында, ақыл ойдың шегі әлсіреп бара жатқан. Уа жаратқан Алла, күйініштің орнына сүйініш, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш туа қалса, есендікке айналдыра көр. Уа жаратқан Алла, жүректерімізді қайғыдан, күмәннан арылта көр. Біздегі қорқыныштың алаулаған жалынның иман суымен өшіре көр. Уа Алла, ұйқысы қашқан көздерге тәтті ұйқы бер. Жабырқаған жанымызға тыныштық бер. Жәрдеміңді кешіктіре көрме. Уа жаратқан, адасқан азапты жолдан айқында айдын жолға шығуға, жан жаққа қарайлап, адасудан арылуға мүмкіншілік бер. Бізді тура жолыңа сал. Уа Алла, бізді шайтанның азғыруларынан сақта, жүрегімізге ақиқат нұрын төке көр. Уа Алла, бізді қайғы мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп сүйенгендерден, сенен басқаларға алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымызсың, сүйенер сүйенішімізсің.